Тәуекелшіл адамдар жәннатқа кіреді деген екен да. Тәуекелшіл адамдар, яғни құстың тәуекелі бар ғой, сұмдық қой қажекелер. Не аяғы жоқ, не қолы жоқ, жұмыс істейтін, не аузы жоқ айтатын. Ей, беріп жіберіңдерші, ана балғанапты жол жіберейін. Жоқ, ештеңе жоқ қой да. Тек Құдай тұмсық берген, қонатын аяқ берген, ұшатын қанат берген болды. Сонымен дейді да, қарасаңшы, пайғамбар айтады саллаллаху алейхи вассалам, жемсауы аш құс дейді. Таңертең ұясынан шығып кетеді дейді да, Аллаға тәуекел етіп дейді. Кешке жемсауы толып оралады. Қолы жоқ, аяғы жоқ, жаңағыдай бір жұмыс істейтін, шаруа істейтін, кәсіп істейтін ештеңесі жоқ дейді оның. Бірақ Аллаға тәуекел етіп шығып кетеді дейді азанда. Біреудің шаруағынан бір түйір бидай жейді, ананың ауласынан бір түйір нанның несін жейді, бір жерден шегіртке жейді, әйтеуір кешке кекіріп жатады дейді да. Несі, ол